Сәлеметсіздер ме? Мен Шымкент қаласы Назарбаев зияткерлік мектебі Назарбаев зияткерлік мектебінің 10-шы С сынып оқушысы Калиева Алдана және менің жетекшім Байтуриев Данияр Шарипбекұлы. Менің жоба басында таңдаған тақырыбым ол Қазақстандағы экологиялық проблемалар мен қоршаған ортаны қорғау мәселесін шешудің тиімділігі және қиындығы болып табылады. Жалпы күнделікті өмірде, оқулықта, сабақ кезінде біз әлемдік экологиялық проблемалар, жаһандық жылыну, жылыжай эффектісі, мұздықтардың еруі жайлы көп оқимыз, бірақ оның Қазақстандағы деңгейін біз білеміз бе? Оның шешудегі қандай жолдары бар және оның ел экономикасына тигізіп жатқан зардап мөлшері қандай? Осыны зерттеуге бағытталған менің жобам келесідей сұрақтарға жауап береді. Қазақстанда қандай экологиялық мәселелер кеңінен таралған? Елдегі қазіргі экологиялық жағдайда қалпына келтірудің қандай жолдары бар? Және осы қалпына келтіру процестері кезінде қандай қиындықтар туындауы мүмкін? Жалпы Қазақстанда ең басты ірі 5 мәселе бар. Ол Іле Алатау мұздықтарының еруі, мегаполистік және өнеркәсіптік қалалардың ауа ластануы мәселесі, су қоймаларының ластануы, Ертіс бассейні мен Балқаш көлінің таяздануы, сонымен қатар шөлейттену, тұздану мәселелері. Семей өңіріндегі 350 мың шаршы километрге созылып жатқан жердің радиациямен ластануы мәселесі де өзектілігі жағынан жоғарыда айтылғандардан кем қалмайды. Зерттеу барысында мен ауа су ресурстарының ластанудағы шешімдерін зерттеп қана қоймай, 2011 және 2013 жылдар аралығындағы Қазақстанның ауа су мәселелерін шешуге жұмсаған қаражат мөлшері кестесін ұсынғанмын. Зерттеу жұмысының екінші әдісі ол түрлі жастағы адамдардан қаншалықты экологиялық мәселелерден хабардар және оны шешудегі ойларын білу мақсатында жасалған онлайн сауалнама болатын. Ал үшінші әдіс ол өз мамандығының шебері, экология ғылыми институтының директоры Аманкүл Жақанқызы мен яғни онлайн сұхбат. Сұхбат барысында экологиялық мәселелер жайлы сандық ақпараттар көп болмағанымен құнды идеялар көптеп табылды. Жалпы зерттеу жұмысынан жасалған ақпараттар, идеялар және де сандық ақпараттар менің пікірім қорытынды бөлімде SWOT кестесі арқылы көрсетілген. Осы зерттеу жоба Қазақстанда шешілу қажет экологиялық мәселелерінің көптігін көрсетті. Және ол мәселелерді шешу әрбіріміздің міндеті екенімізді мен атап өтемін. Менің зерттеген жобам осы. Рахмет.